Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн ата-аналар. Жаңа жыл жақындап келе жатыр. Соған мұғалімдерге, оқушыларға подарка жинаймыз ба? Қалай қарайсыздар? Иә, мен келісемін. Жинайық, жылда жинап беріп жатырмыз ғой, мұғалімге де, оқушыларға да жинап берейік. Осы подарка дегенді неге шығара бересіңдер? Мұғалімге не үшін беруіміз керек подарканы? Мұғалімдер күні емес қой, жаңа жыл ғой бұл келатқан. Ей, айналайындар-ау, адам деген мына боранда көмірге ақша таппай отса, тыныш отырыңдаршы, подарка дей бермей. Мен өзім апарып берем немереме подарканы. Мұғалімдерге не үшін беруіміз керек подарканы? Иә, мен қосыламын. Давайте 2000-нан жинайық, мұғалімге 2000, балдарға 2000, или 3000-нан жинаймыз ба? Кім жинайды, кімнің кәсібіне салайын? Сәлеметсіздер ме? Мына 2000-3000 теңге деген қаяқтан шықты өзі? Менің 5 балам бар. 5 балам әрқайсына 2000-3000-нан бере берсем не болады сонда? Кім шығарып отыр 2000-3000 теңгенді? Мен бере алмайды екенмін ешқандай ақша.